Ал балалар, қазіргі біздің ойнайтын ойынымыз мергендер. Яғни мергендер де ол ұлттық ойындардың бір түрі екен. Балалар, мергендер дегеніміз ол нысанаға дәлдеп тигізеді екен, иә? Яғни нысанаға дәлдеп атамыз. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңдай, біз бүгін немен ойнаймыз? Мына не? Асық. Асық, дұрыс айтасыз. Бұл не? Қай жануардың асығы? Сиырдың асығы екен, иә? Олай болса қараңдар. Мына жерде сандар тұр, иә? Бұл сандар біздің ұпайларымыз екен. Сол ұпайлардың үстіндегі асықтарды біз не істеуіміз керек екен? Атып құлатуымыз керек екен. Мысалға, сендер асықты атқан кезде 2-ге құлатсаң, 2-де тұрған асықты құлатсаңдар, онда сендерге 2 ұпай. Егер бір санда тұрған асықты құлатсаңдар, онда сендерге 1 ұпай. Егер 5 санда тұрған асықты құлатсаңдар, онда сендерге 5 ұпай беріледі балалар. Ал олай дайынбыз ба ойнауға?